қызық оқиға айтып берейін сіздерге. Тарихта имам Бухариден кейін имам Муслим деген үлкен ғұлама өткен, хадис жинаушы үлкен мұхаддис. Сол кісі бар болған өмірде 4-ақ дос тапқан екен. Бүкіл әлем таниды ол кісіні, бірақ 4-ақ досы болған. Сол 4 досын тексеріп көрейін деп адам жібереді. Досты тексеру үшін не керек? Ақша керек. Ақша керек. Ақша сұрасаң болды, қашат дағы сен. Жоламайды сені. Қара. Біріншіден ақша сұрайды. Сөйтіп келсе, ол барын береді. Екіншісін қызметшісін жібереді, анадан ақша сұрап кел дейді. Оған барса, ол айтады, мен Құран оқып отырмын, үйде не керек алып кете бер дейді. Үшіншісіне келсе, үшіншісі имам Муслимнің досымның кітабын жазған кітабын оқып отырмын депті. Мен үйде не керек алып кете бер депті. Қарама, қанша керек депті. Үшеу ма? Төртіншісіне келіпті. Төртіншісіне келсе, ода сұрайтын ештеңе жоқ екен. Вообще 0. Пустой екен үй. Сон тұрыпты да айтты, сіздің досыңыз бар ма Меккеде, Мәдинада имам Муслим деген деді. Я, бар депті. Не болды оған депті. Сол кішкене ақша сұрап жіберді депті. Кішкене ғана депті. Қанша десе 5 теңге сұрады депті. 5 дирхам. Бағанағы 5 теңге де жоқ екен бақсыда. Сон бітеп қиналып тұрды. Тоқтай тұршы депті. Қазір нәрсе болады деп жүгіріп кетіп қапты. Бір уақыттан кейін біреу келіпті де міне 5 теңге депті. Ана дос қайда депті. Сенің ол досың құл базарға шығып, құл базарға өзің құлдыққа сатып жіберді деген екен. Өзің құлдыққа сатып жіберді деді. Міне осындай. Құлдыққа өзін сатып жіберген адам қандай дос? Қандай дос? Бұл өте қиын нәрсе. Міне сол дос бол. А сен үшін өлем, сен үшін тұрам, стена болам дегендерді албаса айта береді ол.